Jastara bolsun. Sol jastar Alihan To'xar boshlagan. Ahmet Baytaşonov, Mirjahid So'latov, Nurjan Jumabayev, tag'i boshqa ko'p Alashtin arislari oslar bastaq. Mana Reyden Qozoq elining tengsizligini so'radi, tengsizligini tiladi. Rumaga misho bo'ldi. Biz eğer tariximizni bilетін болсақ, tariximizni hurmatlaydigan болсақ, onda осы кездегі осы біздің babalarımızın, әлгі батыр Алаштың арыстарының тарихын, өмір тарихын, олардың күресін, олардың қандай азап шеккендігін білуіміз керек. Соны білмей, мына жастар келешекке бара алмаймыз. Солардың арқасында біз не? Ал енді мен өзіме келетін болсам, осы Семейде 2008 жылы ақылдастар ауларда жерлерден қоғамдық бірлестігін құрып, осы мәселені алғаш көтерген мен Семейде. Осы 31 мамыр саяси осында келіп деген облыстың әкімі дегеннен кейін ғана әкімшілік өздері қолға алып, кімнің Қайым Мұхамедхановтың ескерткішінің алдында өткізіп келеді. Бұл өте дұрыс. Біз осы Алаштың арыстарын ең алғаш осы Семейде ғылыми конференция ұйымдастырып өткізген, дөңгелек үстелдер өткізген осы ақылдастар қоғамы болады. Ал енді менің жаңа айтқан тілегім, тек қана жастар, біз тарихымызды білуіміз керек, тарихымызды құрметтеуіміз керек, ата-бабалардың ерлігін құрметтеуіміз. Рахмет. Гүлдеуіміз болса қойып. Құрметті ағайын, бүгін өтетін шаралар көп. Сондықтан енді мен өзім бастадым, өзім аяқтағым келіп тұр. Бүгін ана Әлихан Бөкейхан атындағы мешіт ашылған. Суықбұлақ кентінде Әлихан Бөкейхан атында мешіт бар. Сол мешітте осы коммунистік империяның құрбандары болған адамдардың бәріне Құран хатым оқимыз. Мұсылмандық жолмен хатым Құран оқылады. Барлық сол Аша Сұлтан қайтыс болғандарға, репрессиядан қайтыс болғандарға, сол Кеңес империясының қызыл террорынан кеткен адамдарға, марқұмдарға, шахид болып кеткен адамдарға хатым оқытамыз. Басқа да адамдардың басқа жаңағы осында қатысқан адамдардың да іс-шаралары бар. Сондықтан мен осы арадағы іс-шараны тоқтаттым. Сіз өлең оқысыз? Жоқ. Тоқтатпай тұратыңыз, бізде басқа кісілер де бар. Жаңа өзінде атылған азаматтар. Жоқ, бұл Кеңес империя. Причем тут Кеңес империясы? Бізде қазір репрессия жүріп отыр. Міне, 50 кісіні қордайды соттады. Не үшін? 11 адам Қазақстан бойынша сотталып жатыр. Оған не дейсіз? Репрессияға репрессияны тоқтату керек. Рахат. Құрметті ағайын, міне жаңа көбі айтылды. Қазақтың басынан өткен ашаршылық, ол міне бұрынғы Совет үкіметінде Қазақ пен Украинада аса өткен нәрсе. Сонда ол ашаршылық бір рет болған жоқ қой. Екі кезеңі болған. 20 жылдан бастап 24 жылға дейін. Сонда аз дегенде 1 миллион астам қайтыс болған. Қаншасы сонда ағайындар Қытай неге шығамыз дегенде, о жақта қызыл әскерлер пулеметпен көбін сол жерде қырып салған. Ол
сол ашаршылықтан есін жинай алмай отырған қазақ біраздан кейін міне екінші кезеңі басталды. 31-33 жылдары. Онда енді әртүрлі мәліметтер бар. 2.300.000 кісі қайтыс болған. Қаншамасы қайтадан сол аштықтан құтыламыз деп Қытай, Иран, Моңғолға, Ауғанға ауамыз деген кетеміз дегенде, онда міне қызыл әскерлер қайтадан пулеметпен бәрін сол жерде қырған. Қаншамасы өлді, қаншамасы жетім болып қалды. Сол екінші ашаршылық міне бітем дегенде саяси қуғын басталды. Сонда мені жаңа ағайындар айтып кетті ғой. Алаш арландары бәрі қазаққа қызмет істеген басқа оқымысты адамдарды бәрін қырған. Бұлай қарағанда қоғамның қаймағын сыпырып алған. Сосын міне осы екі ашаршылық саяси қуғын болғаннан кейін міне қазақ ыдырап быт-шыт болып кеткен. Сол бүгінгі күнге дейін сол биолог, психологтар айтады, ona қазақтың санасы осы екінші ашаршылықтан кейін әбден бұзылған. Сондай не болып кеткен, жасық. Сонымен сол ашаршылықтардан, саяси қуғыннан қалған жетімдерді балалар үйіне, интернаттарға, Украина, Ресейге, Өзбекстанға жіберген. Міне мысалы бәріміз білеміз, Әлия Молдағұлова. Ол апайымыз Ленинградта тәрбиеленген. Сондықтан орыс тілді болған. Көбінесе орыс тілді болған солар. Талғат Бегелдинов болсын, Мәншүк миларына соншама құйып қойған, ашаршылықтан сендерді Совет үкіметі алып қалды деп. Ал қазақ өз табиғаты сондай адал халық, ананы миына сіндіріп қойған, өздеріңді алып қалған, адам қылған Совет үкіметі дегенде, сонда міне соғыста түптеге қарамай құрбан болып кетті көбі. Сонда Совет үкіметіне, кеңес үкіметіне сеніп жүр сонда. Абылай қарағанда сол кеңес үкіметі әке шешелерін қырып, ол кезде балаларды жетім болып қойған. Бүгінгі күнге міне қазақша сөйлеуге басқа ұлт өкілдері тұрғанда қазақша сөйлеуге көбі ұялады, қысылады. Ол неден? Ол міне сол қанға сіңіп кеткен нәрсе. Жоқ, біз қалай болмаса да, қайда бармасаңдар. Міне дүкендерге барыңыздаршы, қайда бармасаңыздар. Қазақтар бәрі орысша бастайды бірінші. Ағайын айналып кетейіне, көріп тұрсың, мен қазақпын, сен қазақпын. Сен сөйлей бастағанда жап-жақсы қазақша сөйлеп тұрмын. Міне осыған алып келген. Алға басу үшін біз қазақ қоғамы науқас бүгінгі күнге. Ол соны мойындау керек біз. Осылай өтті ғой, соны ойлануымыз керек. Санамызды түзетуіміз керек. Қазақша сөйлеп, санамыз қазақша болу керек. Сонда ғана алға басып кетеміз. Ол бұлай түк те болмайды. Ұлттық сананы түземегенше түк те болмайды, түк те. Ол тарихта дәлелденген нәрсе. Сондықтан жастарымыз көп. Бәріміз міне санамыз түзейік. Жастарымыз да міне 60-ға келген, 60-тан асқан үлкен кісілерде, кейбір міне 70-тен асқан кісілер орысшылайды. Ой, үйреніп қалған ауыз ғой деп қойды. Қазақтың болашағы зор. Бірақ ол бәрі бізбен байланысты. Санамызды түзетсек, бәрі түзеледі, бәрі. Түк те болмайды ол. Бүгінгі күнге Қазақстандағы аз дегенде 60-70% қазақтың санаты түзеліп кетсінші. Бір жылдың ішінде бәрі өзгеріп кетеді Қазақстанда. Ол солай.
келесі сөзді Ержан ағайын. Рахат. Сіздерден басқа ұйымдастырушы жоқ дейсіз бе? Мұны басқа движенияларды кетті ғой. Болады енді. Сөз сөйлесін. Екі ашаршылықта мына ең бірінші патшалық үкіметтің кейін большевиктердің отаршылық саясатының арқасында үш қазақтың екеуі құрбан болған. Ол дәлелдеген факт. Мынау Қазақстанның границасы, мынау әр үй бір қазақ. Үш қазақтың екі қазағы құрбан болған деген сөйлем. Енді мен жаңа айта кетейін, арға қосыламын. Мынау жастар бекітар Стокгольмский синдром деген бар. Ол зорлық, зомбылық көрген адам психологиясы бұзылады. Мысалы, Стокгольмда банкін ограбление жасаған, сонда 6 банктың сотрудниктарына үстіне бомба байлап, взрывчатка жатқызып қойған. Сөйтіп 4 күн тұтқында болған. Кейін оларды босатқан кезде, ана бір әйел айтады дейді, мынау террорист жақсы екен, мені мына жағын тауып кетсе, мына жаққа ұрыстатып берді жатуға деп. Дәл сол сияқты қазақтың халқы отаршылық көргеннен кейін бізге Стокгольмский синдром, бізге бір нәрсеге рұқсат бергенді біз тосамыз. Және ағалар бәрі осы күнгіні неге ұйқастырып отыр? Өйткені мынандай сұмдық нәрсе болмау үшін сөздің бостандығы керек, демократия керек. Сондықтан да егер демократиясы бар, сөз бостандық бар мемлекетте, бұндай ешқашан қайталанбайды. Сондықтан да жастарға, қадырғы келе жатқан жастарға, бұл кісілерге осындай саяси Стокгольмский синдромнан ажыралып, болашақта ашық, өзінің пікірін айта алатын жас буын өсу керек. Ал енді осы кездегі көп кісілер ағайындар жиналып отырмыз ғой. Сондықтан да бұл қазақтың ең қаралы күні. Және айтып жатыр, бүгін біз 60 миллионға жетуші едік деп. Сондықтан да дәл өзім басымды алсам, менің үлкен әжемнен 14 бала туған. 14 баланың ашаршылықтан бір бала ғана міне мен ұрпақ қалып отырмын. Сондықтан бұл өтірік нәрсе емес. Біздің дертіміз бар екенін біз мойындауымыз керек. Осындай Холокост айтады, репрессияларды қанша халық жойылды. Олар көріп біздікі қазақтың шеккен зардабы ешкім көрген жоқ. Біз оны мойындауымыз керек. Сонан кейін басымызды түзеп, кеудеміз көтеріп алға жүруіміз керек. Сонан кейін менің ұсынысым осы семейліктер. Мына 31 мамыр күні бүкіл Қазақстанда қаралы күн деп жариялану керек. Мынау Қазақстан туы түсіріліп бүйтіп, сол кезде бәрі тағзым жасап, Құран оқып мұсылмандар. Біз мойындауымыз керек, осындай бабаларымыз зорлық көрді, құрбан болды. Рахмет тыңдағандар. Ал міне, келесі сөзді Талғат ағайын, енді Қазақстанда міне қазақ қоғамы деп отырмыз ғой. Қалай болмаса да біз моноэтникалық немеспіз. Бұл сөзі мұғалім, Бір орыс жоқ мұнда, Иса, бір орыс жоқ. Талғат, яке, өзі біледі ғой, өзі біледі қалай сөйлейді. Сегодня 31 мая, день памяти жертв ашаршылық и политических репрессий. Как Ержан ага правильно сказал, наше общество больно. И первый шаг на пути к исцелению – это признание наличия болезни. А эта болезнь есть, это посттравматический синдром, или его еще называют Стокгольмский синдром. Вот, для преодоления этого, я считаю, что Ержан ага сказал правильное предложение, должно быть признано на государственном уровне то, что политика, проводимая большевиками, была актом геноцида. На Украине Верховная Рада Украины признала проводимую большевиками политику актом геноцида. Хотел бы обратиться к представителям официальных органов и парламентской фракции оппозиции
Мажилиса Республики Казахстан. Почему 31 мая, День памяти жертв ашаршылык и политических репрессий, у нас не объявлен днем национального траура? Почему не приспускаются государственные флаги? Почему не объявляется по республике минута молчания? Всего лишь минута за 24 часа. 1 минута для того, чтобы Казахстан мог осознать, какую глубокую и значительную трагедию пережил наш народ. Без этого, без поднятия на государственном уровне этой проблемы и осознания этой травмы не будет и не может быть никакого исцеления. Вот нас здесь стоит сколько человек? Ну максимум 40. 40 человек на 360-тысячной семей вышли почтить память жертв политических репрессий первого лидера демократически избранного Алихана Бөкейханова. 2 миллиона казахов умерли от голода, и пришло 40 человек. Это смешно. В Европе сейчас вот эти кадры. Более 2 миллионов. Более 2 миллионов. Это 2 миллиона, я просто грубо говорю. 1922 по 40-е годы. 4,5 миллиона. Снять это, показать в Европе будет стыдно. Я сам учился во Вроцлавском университете, да, в дни памяти, когда проходят дни памяти по поводу Холокоста и того, что Гитлер истребил в Германии 6 миллионов поляков. В эти дни приспускаются государственные флаги, все развлекательные заведения не работают, в государственных учреждениях короткий день, какие-то даже вообще не работают. Почему нельзя это в Республике Казахстан нормально, цивилизованно проводить? Это вопрос к нашим официальным органам. Я считаю, что все должны это поддержать. Нас здесь не 40 человек должно стоять. 1000 людей сейчас должны быть у экранов телевизоров. Минута молчания, приспущены государственные флаги. Здесь как минимум, не знаю, не 40, но как минимум 400 человек должно быть. Все, спасибо. Меня зовут Тимур Ижанов. Я могу ответить на этот вопрос, Талгата, почему у нас все это происходит. Потому что сегодня, в день памяти жертв политических репрессий и голода, сегодня, 31 мая, по Казахстану судят 11 человек, то есть их репрессируют по политической части. Я могу прочитать: в городе Астана сегодня Сыздыков Айдар, Исхожин Ербол, Жунус Жанибек, в городе Павлодар Калава Нургуль, Хасенов Даран, Амренов Каляскар, Апасов Махсуд, Жамалиев Жанар. В городе Шымкенте это Аштаев Жамурат, Абильдаев Нуржан, Файзулаев Ирлан. Это только сегодня. В общем, в Казахстане сейчас по политической части преследуется более 300 человек, 27 политических узников, а также 18 человек, которые находятся в последствиях. Наше общество действительно больно. Не только общество, но и наша власть. У меня все. Спасибо. Я тоже хочу продолжить. По политическим репрессиям сегодня день у нас, можно сказать, мы чтим память, да, жертв политических репрессий. Но почему одновременно с этим в Казахстане у нас политически преследуются массово люди за свободу слова, за свободу мирных собраний? Почему? Это наше право фундаментальное, базовое. Мы родились с этим правом. Почему сейчас людям запрещают? Государство отобрало у нас это право. За то, что вот сейчас мы выскажемся, да, вполне возможно сейчас нас после этой акции на нас нападут и увезут. И продолжатся те же самые политические репрессии. А мы, наше единственное оружие, это наше слово. Мы мирные люди. Мы действуем только мирными методами. Поэтому я хочу обратить внимание, да, что в Казахстане сейчас у нас идут массовые политические репрессии. И об этом уже известно демократическим ведущим странам. Сейчас занимаются этим международные правозащитные организации. Сейчас у нас включается уже инструмент международный по персональным санкциям, который позволяет преследовать людей, тех, которые нарушают фундаментальные права человека, нарушают гражданские права и свободы граждан Казахстана. Мирных людей, я подчеркиваю, мирных людей, которые преследуются по ложным обвинениям по уголовным статьям в экстремизме. Мирные люди не могут обвиняться в экстремизме. Все, у меня все, спасибо.
Ал енді келесі сөзді оған ағайын. Қайырлы күн, жерлестер, семейліктер. Бәріне белгілі, Семей қаламыз Алашорданың астанасы болған. Семей қаласында да көптеген ашаршылықтан зардап шеккендер де бар. Қарқаралыдан Айғызға шейін сол кездерде көтерілістер болған кеңес өкіметіне қарсы. Қазір 31 мамырды біз еске алу күнін жасадық. Еске алумен біз сабақ алмаған секілдіміз. Осы 100 жыл бұрын болған нәрсеге біз сабақ алмадық. Неге? Орысша айтқан кезде мудрый учится на чужих ошибках, умный на своих ошибках. Глупец повторяет их. Біз қазір 100 жыл болған нәрселерді қайталап жатырмыз. Біз бір ақмақ халық секілдіміз. Қазір бір ақылға келіп, жақсы істермен әлі де кеш емес халқымызды бейбіт түрде дамыған елдердің арасына қосуға әлі де кеш емес. Жаңа айтып кетті, 31 мамырды қаралы күн жасау керек. Мен де оған келісем. Жасау керек. Көшелер берейік дейді, қалалардың атауын атайық дейді. Ол аз. Ең бірінші сабақ алуымыз керек. Бүгінгі күн ертеңгі тарих. Ертең біздің істерге болашақ ұрпақ баға береді. Сол баға бергенде біздің бабаларымыз, біздің аталарымыз, әкелеріміз осылай істермен қазағымызды биікке көтерді деп айтатындай болу керек. Қазір біз 100 жыл болған нәрселерге баға беріп, ақындап айтып жатырмыз, бірақ та аз бұл. Ертеңгі күні бала шағамыз біз туралы басын көтеріп айтатындай жасайық. Айта берсін. Құрметті жерлестер, мен елбасымыз айтқан сияқты қарапайым еңбек адаммын. Осы Семей қаласында тұрамын. Менің айтпағым, жаңа менің алдында бірнеше адамдар өткен ғасырда өткен біздің езгіге түскен еліміздің азаптарын бейнетін айтып өтті. Өткенге өкінгенмен алдағы өзгермейді. Сондықтан жаңа алдында айтып отырған кісілердің айтқаны сияқты өкініштің емес, үміттің үнсіздігін, 1 минут үнсіздікпен біз алдағы болашақтағы азаматтарға, соңымыздан ерген сәбилерге қандай жақсылық қалдыра аламыз деп 1 минут үміттің үнсіздігін сақтауларыңызды сұрайын. 1 минут. Рахмет ата-бабаларымызға деген құрметтеріңізге. Бәріңізге белгілі, Семей қаласы біздің президентіміздің айтқаны бойынша тарихи орталығы болып саналады Семей, Қазақстанның. Мына біздің аталарымыз, Шәкәрім атамыз бар, осы Алаштың арыстары бар, бәрі. Осы әділеттіктің ата заңын осы Семей қаласында құрмақшы болып, ата заңның жобасын жасағанын бәріміз білеміз. Ол қазіргі мына бүкіл әлемдік деңгейде де әділеттіктің ата заңы болуға жарайтындай ұсыныстар болған. Енді біз мына Семей қаласының бүгінгі азаматтары осында жиналып тұрған себебіміз қазіргі біздің қоғамдағы заң емес, заңды түсіретін көптеген келіспеушіліктерге ұшыратып отыр. Сондықтан біз бүгінгі Семей қаласының тұрғындары осы Семей қаласында болашаққа деген әділеттіктің бір жалғасын жасайтындай азаматтарды оятсақ деген мақсатпен осы жерге жиналып тұрмыз. Менің айтпағым, енді өкіне бергенмен түгенбейді. Өткен өтті, жаманшылық көп болды. Жақсылыққа қарай немене істей аламыз? Семей қаласында енді Семей әкіміне мынандай ұсыныс айтқым келеді. Біз Семей қаласының, Қазақстанның алтын ғасыры қашан басталады? Міне 21 ғасыр. Мен соған орай осы Семей қаласында алтын әлем, жасыл ел, асыл адам және ата заң деген үлкен бір монументтік демалыс орталығын ашсақ деп
ұсыныс айтқым келеді. Әр адам өзінің сәбиін жетелеп алып келіп, алтын 21 сатыға көтерілген алтын әлемнің ескерткішіне алып келіп, соның бірінші сатысынан 21 статусына шейін көтерілетін біздің Семей қаласының сәбилерін апаратындай бір орталық болса екен. Біздің бәріміздің ниетімізді алтын әлемде асыл адамдардың ата заңын осы біздің Семей қаласының азаматтары жазуға үлес қосса деген ұсыныс айтқым келеді. Енді барларыңызға рахмет тыңдағандарыңызға. Семей қаласында жақсылық істерге бас қосайық. Біз бәріміз де ешкімге, үкіметке де, жеке адамдарға да, шенеуніктерге де қарсы емеспіз. Біз қоғамның жақсы болғанына жиналып отырмыз. Бір елімізге, бір ел болайық бәріміз. Ал құрметті ағайын, осымен міне бүгінгі күнді жиынымызды аяқтаймыз. Бәрлеріңізге рахмет. Бірақтан міне жаңа Ержан ағайын айтты, Талғат ағайын айтты. Бұл күн қаралы күн болу керек расында. Күнген осыншама адам емес, 400-4000 болып бәр жерде болу керек. Бүгінгі күнген арасында ресторан анау да істемеу керек. Жақсы, рахмет бәрлеріңізге. Бүгін қазақ елінде аштықтан, репрессиядан қуғын сүргінге ұшыраған қазақ халқының қасіретті күні. Қазақтың майталман азаматтары 1917 жылы 10 миллион 300 мың болатын болса, мынау репрессиядан кейін, аштықтан, қолдан жасалған аштықтан кейін 2 миллион 100 мыңға дейін, сонда 8 миллион адам құрылған. Бұл қолдан жасалған әдейілеп қазақтың санын азайту үшін, қазақты қыру үшін, елін, жерін лемдену үшін жасалған, қолдан жасалған Қызыл империяның саясаты және геноциді болатын. Сондықтан бүгін барлық сол репрессияның, ашаршылықтың құрбандарын еске алу күні. Топырағы торқа болсын, еліміз, жеріміз деген азаматтарымыз аман болсын. Әр уақытта біз береке бірлікте қазақтың болашағы үшін күресуге әр уақытта дайынбыз. Соны дайын болатын азаматтарымыз ортамызда жүр. Қайткенде де енді ондай геноцидті қайталанбауға бәріміз де атсалысамыз. Сондықтан қазақ елін, оян қазақ, еліңді, жеріңді қорға қазақ, әр уақытта қорлаудан, одан кейін қазіргі жасалып жатқан саяси құрбандардың барлығы қайткенде де өз орнын, өз бағасын алу керек. Біздің бұл ашаршылық нәубеті әлі түбегейлі зерттелген жоқ. Көп деректер шығып жатыр қазір тарихта. Тарих барлығын орнына қояды деген сенімдеміз. Алла сол күнді тезірек жеткізсін және тарихи бағасын алсын деп тілейміз. Elhamdülillah Rabbil Alemin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinas sirâtal mustakîm sirâtal lâzîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun.
السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Allah şartlarına kişi kılman olan Allah candan menekte topraklarında yallah yağan uçaklar yağan kısımda bir edekler Allah'ın için Allah'ın gözünden Allah'ın